Жол полициялары 20 октябрь 2022 жыл. Ассалаумалейкум, Қазақстан фермерлері. Міне бүгін 20 октябрь 2022 жыл біз, яғни оңтүстік Түркістан облысы, Шымкент қаласы, Шұбарсу недеміз, дачадамыз. Мынандай керемет муравейлерді іздеп тауып алып бару біздің қызметіміз тегін. Қазір осы муравейді 165 мың теңгеге алып жатырмыз. Құдай қаласа түнде, болмаса ертең обедте шығып кететін боламыз, Алматыға апарып тастайтын боламыз. Біздің қызметіміз яғни тегін. Осындай керемет бачоктарды қолдан істелген, брызговиктері қолдан істелген, керемет екен. Астындағы бұл шетелдері бәрі қолдан істелген. Азғана кузовын үлкейтіп, гөң және бегумыз тасуға арналған транспортный средство документ керек емес. Ауылды аймақ және ауылды районды аудандық аймақтарға керемет жұмыскерлердің бірі болып табылады. Ағайындар, хабарласыңыздар. Біздің қызметіміз Қазақстан бойынша жеткізіп беру тегін болады, ағайындар. Адашам артында жоқ еді. Осындай керемет жол полициялары көмектесіп жатқан жайлары бар. Қазақстан фермерлеріне, міне осындай Қазақстандағы жол полиция қызметкерлеріне алғыс айтамыз, ағайындар. Girl, you're so familiar, I never expected you to be right in my arms. And my favorite part, how you talk in the dark. Oh God, there's something about the sound of you is stuck in my head. I'm hopelessly romanticizing all that you said. Even though I see that I'm in too deep, I still gotta let you know that I never wanted anyone more. Falling forwards onto the floor. Feels like I felt this feeling before. I've seen you in a movie, I heard you in a song. Now I know that this will never go wrong. Ассалаумалейкум, Қазақстан фермерлері. Міне бүгін біз оңтүстік Қазақстан Алматы қаласында Қаскелең ауданындамыз. Ағамыздың үйінде өзіңіз таныстырып жіберсеңіз, аға. Менің атым Ерсін болады. Қызылорда облысының тумасымын. Керемет екен. Аға, мынау осы муравейде не мақсат алдыңыздар? Енді шошаны көбейту мақсатында ғой бұлай. Көң тасығанға ыңғайлы. Қай жағынан ыңғайлы? Үйлерге кірген кезде КамАЗ үлкен техникалар кіре алмайды. Сондай жерлерге кішкентай ыңғайлы кіріп шыққанға. Бұлттардың арасына кіргенге, төккенге ыңғайлы. Қанша квадрат шашуыңыз бар қазір? 80 квадратта. Қашан бастадыңыздар? Апрельдің 1-іне тастадым ғой бірінші. 5 квадрат тастадым. 5 квадраттан 80 квадратқа жеткіздіңіз. 80 квадрат. 80 квадраттарыңыз дайын ба қазір? Қазір дайын 80 квадратта. Муравей көбейтсем ба деп жатырмын. Муравейге қалай, көңіліңіз толды ма? Жақсы, муравейге әдемі. Біздің жоба туралы не дейсіз? Тегін көмектесу туралы, мысалға Шымкент қаласынан Алматы қаласына осындай тегін әкеліп беріп жатырмыз, халықтарға көмектесіп жатырмыз. Сол туралы бір ауыз айтып кетсеңіз, қысқа нұсқалы. Енді бұл былай қараса сенімсіз нәрсе ғой, адам тегін әкеліп беріп жатыр дегеннен ешкім сенбейтін шығар былай. Мен өзім де сенген жоқпын былай. Енді қазір көзім жетіп отыр. Ақшаны бірінші жібергенде қорқыныш болды ма? Болды. Мен қайқа жіберіп жатырмын. Танымайтын адамға деген сияқты самал сенімсіздік болды. Енді бір Аллаға тапсырдық қой енді. Керемет екен. Міне Қазақстан фермерлері міне бүгін 21 октябрь 2022 жыл кеше ғана келісіп, екеуара сауда жаңағы ақшасын аударып жіберді. Шымкент қаласына 20 күні шықтық, 21 күні бүгін кешкі сағат 12 болды. Есіктің алдын қараңғы камераға, яғни біз муравейді түсіре алмаймыз, ертең жұмыс істеп жатқанын түсіретін боламыз, ағайын. Заказ беріңіздер, біз сіздерге Қазақстан бойынша тегін қызмет қылуға дайынбыз, әрдайым. Пакет бар ма? Тек қана біздің WhatsApp жүйемізге жазған нұқта, жекемізге жазған нұқта сұрақтарыңыз биогумусқа байланысты болсын, басқа продуктілерге біз қызып жаңағындай жауап бере алмаймыз. Біздің жауаптарымыз тек қана биогумусқа байланысты техникалар, пакеттер, қаптар, реклама, басқа не керек, соның бәрін WhatsApp жүйесінен сұрасаңыздар болады, ағайын. Жақсы болыңыздар.